Құтқарушылар арасынан мықтылар анықталды. Қызылорда қаласында төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдық мерейтойына орай Қоян-қолтық ұрыстан облыстық чемпионат өткізілді. Аталмыш турнирге өңірдің әртүрлі мекемелерінен, құқық қорғау органдарынан, күштік құрылымдары қызметтерінен ең мықты спортшылар мен командалар қатысып бақ сынады. Ерсұлтан спорт кешенінде 19 қазан құтқарушылар күніне және төтенше жағдайлар министрлігінің 30 жылдық мерейтойына орай Қоян-қолтық ұрыстан облыстық чемпионат өткізілді. Іс-шараны азаматтық қорғау органдарының ардагерлері, Қызылорда облысы төтенше жағдай департаменті қызметкерлері, қала тұрғындары тамашалады. Жарыс ерлер арасында әртүрлі салмақ дәрежесі бойынша өтті. Бұл 6 жыл болды қатысып жатқан осы спортқа, рукопашный бойға. Өзің қай құрылымдансың? Өзім осы Қызылорда қаласы, қазір төтенше жағдайлар министрлігінің атынан шығып жатырмын жарысқа. Жарыс жақсы өтіп жатыр, бәрі жақтан келіп жатыр, жақсы нелер жатыр, опыт алмасып жатыр. Турнирге өңірдің әртүрлі мекемелерінен, құқық қорғау органдарынан, күштік құрылымдары қызметтерінен ең мықты спортшылар мен командалар қатысып бақ сынады. Бүгінгі жарыс ерлік пен батылдықтың, намыс пен жігердің мерекесі дейді ұйымдастырушылар. Қоян-қолтық ұрыстан күштік құрылымдар арасында облыстық салтанатты іс-шара өтуде. Жалпы мақсатымыз қызметкерлердің арасында, жалпы күштік құрылымдардың арасында достық қарым-қатынасын нығайту және қызметкерлердің физикалық деңгейінің жоғары деңгейде болуын қадағалау. Турнир нәтижесі бойынша жалпы командалық есепте 3-ші орынды нөмірі 55-47 әскери бөлімі, 2-ші орында ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі Қызылорда облысы бойынша департаменті және 1-ші орында Қызылорда облысы полиция департаменті иеленді. Жарыс соңында Батыр Тим және Батыр Тим Kids спорт клубтарының спортшылары мен жаттықтырушылары департамент бастығының алғыс хатымен марапатталды. Жанғали Нұрғайлыұлы, Бақытжан Ахметов, Жасұлан Бақытбекұлы, 77 News.